Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Азамат Сапар. Достар, менің каналымда жаңа рубрика «Мен үйрендім» деп аталады. Бұл рубрикада мен өзім жасалмайтын жаңа элементтерге үйренуге тырысамын. Мұндай форматтағы видеолар сіздерге қызықтырақ әрі ақпараттырақ болады деген сенімдемін. Сол үшін лайк пен подписканы аямаймыз. Және достар, бүгінгі видеода біз ішке лажгинер үйренуге тырысатын боламыз. Достар, міне далаға шықтық. Бізде керектің барлығы бар. Бұл жерде турник және көп қар бар. Қазір бізге түсу жерге жұмсақ болу үшін қарды үйіп аламыз. Қолтон палмашын киіп аламыз. Достар, міне бізде сальто ойнайтын жер дайын. Енді алғашқы попыткаларды жасап көреміз. Менде негіз бұл элементке база бар. Мен сәл биік жерлерден алдыға сальто ойнай аламын және турникте мақ жақсы аламын. Алдындарда бұл элементті бір-екі жасап көрген болатын. Бірақ арқаға түсім солай толық үйрене алмайтын. Қазір бірінші попытканы көреміз. Қол таймаш үшін магнези жағып алайық. Ал болса, кеттік. Достар, что-то сәл қорқынышырақ болып жатыр. Қазір біліп тұрған сияқтымшы, қай жақтан түсетінді. Әрине. Қары нығыз әрі қатты болғандықтан ба, басында бұл элементті жасауға жүрексіндім. Қарды жұмсартып көрдім, болмады. Шалош астап көрдім, онда да болған жоқ. Өзіме рух пен сенімділік жинап, қолымнан келетін элементтерді жасау арқылы өз қорқынышымды жеңуге тырыстым. Және бұл элементті жасап көруге бел будым. Өзім күткендей арқамен түстім. Ең қорқыныштысы осы бірінші попытка еді. Мен оны жеңдім қорқынышымды. Енді ары қарай жалғастырамыз. Арқаға құлай бергеннен соң қаттырға айналуға тырысып көрдім. Нәтижесі көріп отырғандарыңыздай. Лучше. Я? Қарды кішкене азайттым. Енді жасап көріңіз. Менің бір қателігім жоғарыда жоғалып қалып жатырмын. Қай жерде екенін таппай потеря болып қалып жатырмын. Соны қазір түзелейміз.
енді түзілетін нәрселер ол аяқты бүү және астындағы қарды жай азайта береміз. Сальто жасауда мынандай үлкен ереже бар. Сальто жасауға шешім қабылдағаннан кейін барып ойланып тоқтап қалуға болмайды. Ол сіздің құлауыңызға алып келуі мүмкін. Бұл жерде бастысы қаттырек мақалу керек және жіберген кезде қолына жақсылап жиналып қалса, жерге аяқпен түсесің. Достар, мен жақсы базамен осылайша бұл сальто түрінде бағындырдым. Келесі бейнероликтерде кездескенше.